Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін ең оңай, ең дәмді жасалынатын пиццаның рецептісін бірге дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз ыдысқа ең бірінші ұн саламыз. Содан соң барып оған тұз бен ашытқы саламыз. Және қант саламыз. Негізі қантты салмау ол өз еркіңізде, салмасаңыз да болады. Және де күнбағыс майын құямыз. Одан соң барып су құйып, сумен жақсылап қамыр елеп шығамыз. Мен осылай қолмен еліп шықтым. Енді біз жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Менде 1 сағаттай өтті, осылай көтеріліп шықты. Енді біз қамырды аламыз және ол қамырды екіге бөлеміз. Противенді майлап аламыз. Сол противенге бірінші бөлінген қамырды жайып саламыз. Осылай толықтай жайып болдым. Енді біз майонез саламыз. Яғни майонезді қасықпен жағамыз. Және оның үстіне кетчупты қосып тағы да барлық жеріне жағып шығамыз. Осылай толықтай жайып шығамыз барлық жеріне. Негізі пиццаның салмасына сіз өзіңіздің қалауыңызша басқа да құрамдарды қосуға болады. Мен бүгін осылай шұжық пен ірімшік қостым. Негізі пиццаның қамырына көптеген құрамдарды қоса беруге болады. Ол өз еркіңізде. Енді біз міне колбасаларды осылай ұсақ бөліктерге бөліп шықтым. Дөңгелек жайып шықтық. Енді менде 170-180 градуста шамамен 20 минуттай пісті. Енді біз пісуге 5 минут қалған кезде бетіне ірімшік себеміз де тағы да 5 минутқа пешке жібереміз. Менде толықтай пісіп шықты. Барлық жері өте жұмсақ, өте нәзік болып шықты. Біз о суығанша екінші пиццаны дайындайтын боламыз. Екінші қамырды аламыз. Противенге жақсылап жайып шығамыз барлық жеріне. Противенді қамыр салмастан бұрын негізі майлап алғандарыңыз дұрыс. Себебі біздің қамыр жабысып қалмау үшін. Ал егер де сіздерде антипригарный болса, онда күнбағыс майын жағып қажет емес.
Екінші пиццаның салмасына мен тура осылай салдым. Дегенмен шұжықты осылай кубиктерге бөліп салдым. Қалауыңызша басқа да құрамдарды салуға әбден болады. Және біз пиццаны 170-180 градуста шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Тағы да 5 минут қалған кезде осылай ірімшік саламыз бетіне, және тағы да 5 минутқа пешке жібереміз. Міне біздің пицца дайын. Қазір ол ыстық, суы қажет. Міне бізде осындай 2 пицца дайын болды. Қазір мен сіздерге ортасын бөліп көрсетемін. Біздің нәтижесінде осындай керемет жұмсақ әрі нәзік болып шығатын пицца шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі тәтті болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.